Баршаңызға сәлем достар, мен сіздермен Құралай. Мен сіздерге бүгін кешкі асқа осындай дәмі керемет болып шығатын ерекше тағам. Ерекшелігі, бұл тағамды бәріңіз білесіздер. Мен бұл тағамды өзім ерекше істеймін, себебі арнайы соуспен жасаймын. Көріп тұрғандарыңыздай болгар бұрышы салмасымен, ішінде күріш, ет, жуа болды. Басқа ештеме салмаймын. Барлық керек заттың бәрін описание бөліміне жазып қалдырдым. Достар, менің видеомды соңына дейін қарап, тамашалауларыңызды сұраймын. Өйткені сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менің арнама тіркеліп, маған қолдау көрсетуді тағы ұмытып кетпеңіздер. Достар, алдын ала күрішімізді суға жуып, жақсылап, кішкене ғана суын қалдырамыз да, фаршымызға салып, етімізді алдын ала ет үккіштен өткізіп аламыз. Осылай күрішімізді салып болған соң, үстінен жуамызды үккіштің майда бөлігінен өткізіп, жақсылап араластырамыз осылай. Екі жуаны ғана өткіздім үккіштен майда бөлігінен. Осылай жақсылап араластырып, тұзымызды дәміне қарай, қара бұрышымызды қосамыз. Сосын ары қарай тағы да жақсылап қолдың көмегімен араластыра отырамыз. Жақсылап осылай араласқан салмамызды қара болгар бұрышын алып, осылай қатты нығыздамай, осындай жеңіл түрде осылай салып шығамыз, ішіне салмасын. Қатты нығыздаудың қажеті жоқ, өйткені қатты нығыздалған ол піскен кезде болгар бұрышын жарып жіберуі мүмкін. Осылай дайындап алдық. Бір жуамызды қатты майда, ірі қылмай туралап кескіндеп аламыз, сәбізімізді үккіштен өткізіп аламыз. Ал енді соусымызға арнайы тоқталамыз. Домашний қолдың үйде жасалған қаймақты аламыз. Майлылығы енді сөз жоқ. Қызылша пастасын аламыз, қызанақ пастасын, томатты алып, жақсылап араластыра отырып, үстінен су құямыз. 2-3 бокал су құямыз, стакан. Жақсылап араластырамыз. Араласу керек. Паприка қосамыз. Дәм беру үшін менде копченый түрі бар. Қызып тұрған қазанымызға осылай жуамызды бір тексетіп осылай салып шығамыз. Үстінен сәбізімізді, үккіштен майда бөлігінен өткізілген сәбізімізді төсеп шығамыз. Төсемелеп, әдемелеп шыққан соң, болгар бұрышын осылай рет-ретмен салып шығамыз. Үстінен жаңағы соусымды құямын. Бір келкі етіп, бетін жауып, астын қайнауға қойып қоямын. Қайнаған соң 30 минутқа тағы да баяу отта осылай бұрқылдатып, әдемі етіп қайнатамын. Дайын болған болгар бұрышын ыдысқа салып, сіздерге қазір көрсетемін. Дәмі ерекше болып шығады. Қоспасына сіздер қоссаңыздар болады. Лавр жапырағы болса, дәм беру үшін. Мен ешқандай қоспадым, себебі өзіндік дәмі ерекше болып шығады. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Қаймақпен дастарханға ұсынсаңыздар болады. Ішіндегі салмасы да дара-дара болып, сочный болып, әдемі болып піседі. Баршаңызға ас болсын.